Егер мұсылман кісі Алладан қорқып, үлкен күнәлардан сақтанып жүретін болса, оның қайтарымы қандай екенін білесіз бе? Олай болса, мына хадиске назар аударыңыз. Қала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам: Ас-салаватул хамс, вал джумуату илал джумуа, ва рамадану иля рамадан, мукаффиратун ма бейнахун, ида джтанабал кабаир. Раваху Муслим. Имам Муслимнен жеткен хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам былай деген: егер кісі үлкен күнәлардан сақтанса, 5 уақыт намаз, жұма мен жұманың, рамазан мен рамазанның арасындағы кіші күнәлары кешіріледі. Алла Тағала баршаларымыздың ұстап жатқан оразаларымызды, оқып жатқан тарауих намаздарымызды, жасап жатқан игі амалдарымызды қабыл етсін, және баршамыздың біліп білмей істеген күнә қателіктерімізді кешірсін. Рамазан мүбәрәк болсын.